интернеттен тойда атқарып тұрған қосығыма қарап шақыратын болды. Қазір жап-жас балаларымыз, мәселен, қызмет көрсеткен артист деген құрметті атақлары бар. Бірақ бірде-бір концерт бермеген қосықшылар бар. Бір сөз аз, екі сөз көп болып қалады. Мәнісі жоқ, мағынасы жоқ. Бірақ намасы зор. Неге тұр сөздерге ітібар бермейтін болып қалды да? Дуэт айтайық, мына дуэтті жазып еді деген адам болмады өмірімде. Оны айтылған сөздер болса, мен рэперменен айта беремін. Қосықшылар тек бір қосықты істейді, сол қосықпен не қылады, сол қосықпен қартайып қалып жатыпты да. Шапаттай балалар біздерден бұрын айтқысы келіп тұрады. Шәкірт деуге де қорқамын рас айтқанда. Бір кездері сол $5000 шығарған клибіңді, мәселен, 3 минуттың ішінде көріп, жамалап отыратын адамдар бар. Секіріп отырып, интервьюді беріп отырып, қалып, нәрсе келіспейді дейді. Осы интервьюден айтады. Бастан аяқ түсетін еді, мәселен. Қазіргі жастарымыз студияға келеді, ояқ-бұяғы 1 сағаттың ішінде бір қосық аяқ. Охо, әлбетте, дүния сахналары, Өзбекстан сахнасына шығып алайық бірінші. Қосықшыларымыз көп, музыкантларымыз аз. Саз шететін, мәселен, гитар шететін бір бала, екі бала. Бұл Қазақстан эстрадасы жүді рауажланды, Өзбек эстрадасы рауажланды, Қарақалпақ эстрадасы